Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін біздегі рецепт балықты әдемі қылып бұқтыратын боламыз. Кез келген балықты осылай қуырып бұқтырсаңыздар болады. Тазаланған, тұздалған балығымызды қызып тұрған майымызға салып қуыратын боламыз. Мен балық қуырған майдың өзіне қайтадан балық қуырып жатырмын. Сол себепті кішкене менде қоңырлау, сарқыштау болып тұр. Сіздер бірден таза май құйсаңыздар да болады. Негізі балық қуырған майды 2-ақ рет пайдалануға кеңес етем. Одан кейін міндетті түрде ол майды тастауларыңыз керек. Мінекей екі жағын айналдыра отырып, қызартып, әдемі қылып қуырып алдық. Балықтың құрамында көптеген дәрумендер бар. Сол себепті балаларға да бұл тағамды ұсынуларыңыз керек. Көз ауруларына да жақсы көмегін тигізеді. Барлық балығымызды қуырып алдық. Енді балығымызды бұқтыратын боламыз. Мінекей 2 пиязды жақсылап жуамызды турап алдық. Үстіне қара бұрыш саламыз. Содан соң үстіне бұның тәтті бұрыш, сарымсақ пайдаланып барлығын бірге салсаңыздар болады. Үйде қандай жаңағы көкөністеріңіз бар, соны пайдалана бересіз. Енді қызып тұрған қазанымызға балық қуырған майды өзіне қайтадан құятын боламыз. Мінекей балықтарымызды жақсылап орналастырамыз. Содан соң осының үстіне жаңағы дайындаған жуамызбен тәтті бұрышымызды осылай арасына себеміз. Барлық балықты осылай үстіне салып, яғни ортасына жуаларымызды себіп, балығымызды орналастырып саламыз. Енді осының үстіне біз бір кесені толтырмай су құямыз. Судың температурасы маңызды емес. Астын жауып, жай отта бұқтыратын боламыз. 15-20 минут бұқтырсаңыздар жеткілікті. Мінекей дайын болды. Осылай бұқтырып ұсынып көріңіздер. Өте керемет. Мен ылғи осылай жасаймын. Дәмді болып шығады. Сіздерге де осылай жасауларыңызға кеңес етем. Мінекей балықтың өзінің майына картопты қуырып, осылай ұсынсаңыздар өте дәмді әдемі шығады. Сіздермен Фариза. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.